тура теңдеу қайсысы теңсіздікте тура солай шығады. Теңдеу так 2-нің x минус 1 дәрежесі плюс 2-нің x плюс қандай 3 дәрежесі. Үлкен болады нешеден? 17-ден. Мына жерден мынаны қалай аламын? 2-нің x дәрежесі бөлінген 2 деп ала аламын ба? Иә. Мынанша x дәрежесі бөлінген көбейтілген емес па? Көбейтілген. дұрыс. Бөлінген деп. Көбейтілген қандай? 8 үлкен болады нешеден? 17-ден. Дұрыс па? Анау минус 1 дәреже ол төменге түсіп кетеді, плюс дәреже ол көбейтіледі. Енді мына жерде ортақ бөлімдерім немесе мына бірден бүйтіп алсақ болады. 2-нің x дәрежесі неге теңестіре аламын? А-ға теңестіре аламын. Сол кезде мынау не болады? А бөлінген 2 плюс мынау 8 қандай? 8а үлкен болады нешеден? Ортақ бөлім не берем? 2-ден берем. Мынаған 2-ден, мынаған нешеден берем? Сөйтем де 2-ні несі саламын? Қасақтай саламын. А плюс 16а үлкен болады 17-ні 2-ге көйтсек 34, дұрыс па? Енді мынағаннан алсақ 17а үлкен болады 34-тен, а үлкен болады қаншадан? Дұрыс па? Өйткені 34-ті 17-ге бөлсек 2 болады ғой. Енді былай қарайық. Мына жерде аның орнына нені қоямын? 2-нің x дәрежесін қоямын, дұрыс па? Екеуінде де 2 бар ма? Есе салам 2-лерді қасақтай салам. Қасақтай болсам x үлкен болады нешеден? Сонда жауабы не болады екен? 1-ден 3x-ке дейін болады. Түсіндір алдың ба? Балама шығарба? 3 минус x дәрежесі. Босай. Тез. Қаншадан? 9-дан. Деп осылай берген екен. Тез отырда басып қарап кетсе. Осылай деп берген екен. Мына несі мынаны? 2-нің x дәрежесінің бірінші есебі емес, екінші есебін көрсетші. Екінші есебі. Қара. 2-нің x плюс 2 дәрежесі минус 2-нің x плюс 3 дәрежесі минус 2-нің x плюс 4 дәрежесі. Үлкен болады 5-нің қанша дәрежесі бар? X плюс 1 дәрежесі. Мен ашып боламын. Минус 5-нің x плюс 2 дәрежесі. Мынаны бәрін ашамын. Ашатын болсам қара. Мынау 2-нің 2 дәрежесі былай жасам болады ма? 2-нің x дәрежесі, 2-нің 2 дәрежесі деп жасам болады ма? Мынаны 2-нің x дәрежесі, 2-нің 3 дәрежесі деп жазамын. А мынаны 2-нің x дәрежесі, 2-нің 4 дәрежесі. Үлкен болады мынаның 5-нің x дәрежесі көбейтілген 5 деп жазсақ болады, дұрыс па? Минус мынаның 5-нің x дәрежесі көбейтілген 5-нің несі? 2 дәрежесі, дұрыс па? Нағыз ба? Енді мына жерде мынау не болады мынау? 4 адыр ма? 4 көбейтілген 2-нің x дәрежесі ма? Мынау 8 көбейтілген 2-нің қандай? x дәрежесі. Мынау минус 16 ма? 16 көбейтілген 2-нің x дәрежесі. Үлкен немесе тең болады. Мына жерде мынау 5 көбейтілген 5-нің x дәрежесі минус 5-нің қадары қанша болады бізде? 5x пен 2x айналу керек. Енді мынаны ше жаңалыққа десем. Давайте. Болады ғой, сөзсіздер ғой. Яғни 4-адан 8-дан азайтсам минус 4-а. Минус 4-аға 16-дан қоса минус 20а. Яғни минус 20 көбейтілген 2-нің қандай дәрежесі деген сөз? X дәрежесі деген сөз. Дұрыс па? Дұрыс па? Үлкен болады. Мынау 5-тен 25 азайтсақ. Минус 20. Көбейтілген 5-тен қанша дәрежесі? X дәрежесі. Енді осы жерде минусқа көбейтемін. Минусқа көбейткенде бағыт несе? Мынау плюс болады, бағыты өзгереді. Минусқа көбейткенде 20 көбейтілген 2-нің x дәрежесі үлкен болады. 20 көбейтілген 5-тен қанша дәрежесі? Бағытын өзгерту керек еді айтпақшы. Бағытын былай өзгереді. 20 көбейтілген 5-тен қанша дәрежесі? Мына не істейді? Қысап кетеді ма? Қысап кетеді ғой. Сол кезде не қалады мына ретте? Қара, 2-нің x дәрежесі кіші болады 5-тен қанша дәрежесі? Енді осы жерде 5-тің астында көбейтілген 1 деген бар ма? Бар ғой, дұрыс па? Көбейтілген 1. Сол кезде мынаның астына бөлу болып түсетін болса қара. 2-нің x дәрежесі бөлінген 5-тен қанша дәрежесі? X дәрежесі. Кіші болады нешеден? 1-ден. Енді осы 1-ден не деп аламын мен? 1-ден. 1-ді қалай аламын? Қара, 2 бөлінген 5-тен ше? Екеуінде де x дәреже болса, x дәрежені сыртқа шығарсам бола ма? Сыртқа шығарып, мынаны кіші болады, 2 бөлінген 5-тің неше дәрежесі болады? Сол кезде ше, мынау 1-ден кіші сан ба, үлкен сан ба 1-ден? Кіші болатын болса бағыт не істейді? Өзгереді, яғни x үлкен болады деді.
Nölden. Yani bu nölden neге дейін деген сөз? 180-ге дейін деген сөз. Түсіндір алдың ба? 10 есепте берген 9 көйтілген 2 3-тің мына жері 2 емес 3 екен ғой. Мынаны бүйтіп алсам бола ма? Мынанша 9 көйтілген 3-тің 2x дәрежесі көйтілген 3-тің квадраты деп алсам болады ғой, дұрыс па? Мынаны 3 көйтілген 3-тің 2x дәрежесі көйтілген 3-тің қанша дәрежесі? 1 дәрежесі, дұрыс па? Мынау 3-тің квадрат десем кездесер ма? 9-ды кіші болатын жерін 89-дан, дұрыс па? 3'тің квадратына 3'тің квадратына айналдырсам. Плюс 1 дегенде 1 деп болады да. Енді мына жерде мына 3-тің квадраты ма? Мына 9. Екеуін көйтсек болады ғой, дұрыс па? Екеуінде дәреже жоқ. 9-9-а көйтсек 81 көйтілген 3-тің қанша дәрежесі? 2x дәрежесі. Плюс мынамен мына көйтілсе 9 көйтілген 3-тің қанша дәрежесі? 2x дәрежесі. Минус 3-тің қанша дәрежесі? Кіші болады қаншадан? 89-дан. Тура жаңағыдай жаңа айнымалы енгізсең де болады, енгізбесең де болады, дұрыс па? 81-ге 9 қоссам 90, дұрыс па? Мына жердегі коэффициенттер 90 ғой біз. 90-90-нан 1-ді азайтсам қанша болады? 80? Дұрыс па? 89 болмай ма? Кіші болады қаншадан? 89-дан. Түсінесіздер ғой? Мына жерде аға теңестер болып бір-біріне азайтшысыңдар да соны нәрсе шығады ғой 89. Енді 89 мен 89 келсек сақ бөледі, не қалады ақ бөледі? Ақ бөледі 1 қалады. Бұл не деп аламын мен? 3-тің 0 дәрежесі. 2x кіші болатын жерден 0-ден x кіші болады. Кіші болады 0-ден. Түсіндір алдым ба? Тұрмадым ба мынаны? Сұрақ бар ма? Жоқ. Түсінді ма? Мынаны да жазыңдаршы. Жаңа айнымалы. Минус 2 көйтілген 3-тің қандай дәрежесі? Былай деп берген екен. Кел, айтып алғанбыз, қараймыз. Мына жерде 3-тің x дәрежесін неге теңестіремін? Аға теңестіріп алған. Сол кезде ше мынау ше 3-тің квадраты ғой, дұрыс па? 2 көйтілген 3-тің қанша дәрежесі? Мына x дәрежесі. 3-ті былай қарай алып келсем минус не болып келеді? Енді мына жерде 3-тің x дәрежесін неге теңестіремін? Аға теңестіремін. Сол кезде мынау а квадрат Минус 2а. 2а минус қандай? А бір аяғын айтыңдаршы. Қандай? 3 пен минус 1. Асла? 3-тің x дәрежесін неге теңестіремін? 3-ке. 3-тің x дәрежесін неге теңестіремін? Минус 1-ге. Мына жерде шешім бар ма жоқ па? Жоқ. Шешім жоқ, дұрыс па? Өйткені не шықпайды бұдан? Минустан шықпайды. А мына жерде не болады? 1-ге тең болады. Енді координатасын сызамын. 1 плюс минус деп алсам, не сұрап отыр сенен? Кіші арам. Онда минус 8-ті неге дейін? 1-ге дейін деген. Боялмайтын болады. Боялады, тік жақша қойшы. Түсінді ма? 1 бөлінген мысалы бола ма қойма? Болады ғой, ана жерде ше 1-дің кез келген дәрежесі 1-ге тең, анау x плюс 1 дәрежесі болады. Түсінді ма, разы? Енді мына жерден 5 бөлінген 5-тің неше дәрежесі? X дәрежесі 1 бөлінген, мына не деп аламын астын? 5 көйтілген 5-тің x дәрежесі. Мына 48 бөлінген неше деп аламын? 10, дұрыс па? Отақ бөлінген. Мына жерде 5-тің x дәрежесін жаңа айнымалы не істей аламын? Теңестіре салайықшы, түсініктірек болу үшін. Мынаны 5 бөлінген a, мынаны минус 5a кіші болады қанша? 48 бөлінген. Ортақ бөлім не болады? Мына үшеуіне. Үшеуіне ортақ бөлім. Жоқ. 10 болады. Мынаны былай қарай өткізейінші мен. Сатқанда. 48 бөлінген 10 кіші болады 0 емес. Ортақ бөлім біз айды 10 болады. Және не болады? А болады. Мынаған нешеден берем? 10-нан берем. Мынаған неден берем? Мынаған нешеден берем? Адан берем. Сонда 50 минус 2 минус 48 қандай? 48 кіші болады нешеден? 0-ден, дұрыс па? Мына жерде 50-ден 2-ні азайтсам 48 минус 48 а бөлінген қанша? 10. Кіші болады 0-ден. Стандартты түрде тұр ма? Тұрған жоқ па мынау? Тұрған жоқ па стандартты түрде? Орын ауыстыратын болсам бақ десейді ауысады. Сонда 48 а минус 48 дейтін болсам
bölünген 10'a деп алатын болсақ, бақыт не болады? Үлкен болады. Осыда осы жерде 48-ді сыртқа шығарып ше, сыртқа шығарып. Ары бетке бөліп өткізіп жіберсем бола ма? Бола ма өзі? Ага. 10 үлкен болатын ішіне 0-ден, дұрыс па? Астында үстіне десе 0-ге теңестіреміз. А-1 тең болады 0-ге десек, А-ның қанша тең болады? 1-ге тең болады. Мына астындағы А-ны 0-ге теңестірсек, просто ол неге тең болады? 0-ге тең болады. Осыларды неге теңестірем? 5-тің x дәрежесіне теңестірем. 5-тің x дәрежесі тең болады 1-ге десек, x тең болады нешеге? Дұрыс па? Өйткені 1 дегенді 5-тің 0 дәрежесі деп аламын ғой. Ана жерде ше 5-тің x дәрежесі тең болады 0-ге дейтін болсақ, бұның несі жоқ? Шешімі? Жоқ, дұрыс па? Координатасын сызамын мен, қара. Минус деймін. Сізде не сұрап отыр? Соңғысын қарайсыз, соңғысын. Соңғысына не сұраған? 0-ден үлкен аралық деген. Ол демек былай қарайды. Демек не деген сөз? 0-ден 3x'ге дейін деген сөз жауабы. Түсіндір алдың ба? Жаңа айнымалы? Бұл топ нешінші есеп? Бұл топ бірінші есеп, дұрыс па? 3-тің неше дәрежесі деген? X плюс 2 дәрежесі минус 3 үлкен немесе тең болады 3-тің x плюс 2 дәрежесі плюс 1 минус неге болған? 3-тің 2 дәрежесі x плюс 2 деп тұра берсін. Минус 3, дұрыс па? Үлкен немесе тең болады. Мынаны ше, мынаны. Плюс 1 деген бар ғой, плюс 1 дегенді. 3 көбейтілген 3-тің x плюс 2 дәрежесі деп алған ба? Дұрыс қой, өйткені дәрежеге плюс 1 деген дәреже 3-ті білдіреді ғой. 3-ті білдіреді. Ал минус. Мынаны жазам. 3-тің неше дәрежесі? X плюс 2 дәрежесі. Түсінесіздер ғой, қалай жазылған? Ана 1 деген 3 көп түсті былай қарай. Қалай жазылған түсіндіңдер ма? Енді мынаны жаңа айнымалы енгізем. Жаңа айнымалы енгізетін болсам, 3-тің x плюс 2 дәрежесі неге теңестірем? А-ға теңестірем. Сол кезде мынау а квадрат болады, минус 3 болады, үлкен болады 3а минус қандай? А болады. Дұрыс па? Дұрыс па, дұрыс емес па? Сонда мынау, мынадан азайтсақ 2а бола ма? 2-аны былай қарай өткізсем минус қандай? 2. А бір аяғын айтыңдаршы. 3-пен минус 2. 3-пен? Минус 1 екен, ой. 3-пен минус 1. Екеуі неге теңестірем? Наға теңестірем, дұрыс па? 3-тің x плюс 2 дәрежесі тең болады нешеге де болған? 3-ге де болған. 3-ге теңестірем, 1 дәреже. Астыға несем? Тастап кетем, дұрыс па? x плюс 2 тең болады нешеге? 1-ге. 2 жағын несем? Квадраттен. Сол кезде x плюс 2 тең болады нешеге? 1-ге. X тең болады минус 1-ге. Енді, мына жерде анықталу облыс деген нәрсе бар. Қазір анықталу облыс несі шығармаңдар. Енді екіншісі қандай бізде? Тура осына, яғни x плюс 2-ні неге теңестірем? Минус шешім бар ма жоқ па? Жоқ. Шешім жоқ. Өйткені минус шықпайды бұдан, дұрыс па? Енді координатасын сызам. Қандай шешім шықты менде? Минус 1. Бояла ма, боялмай ма бұл? Боялады. Сенен не сұрап отыр? Минус 1-ден үлкен аралық сұрап отыр, дұрыс па? Енді сенде анықталу облысы бар. Анықталу облысы түбірдің астындағы өрнек неде болады? Түбірдің астындағы өрнекті 4-ден үлкен немесе теңге болады. Анықталу облысы. X плюс 2-ден 4-ден үлкен немесе тең. Сонда x үлкен немесе тең болады нешеден? Минус 2-ден үлкен немесе тең болады болса, минус 2 ол мына жақта болады, дұрыс па? Ол былай қарай кететін болса, екеуің де қысып тұрған жері қай жер? Минус 1 мен ненің арасы? Минус 1 мен 3x'ге дейін. Бәрі сол жауап бұйырып шығады дегенде. Түсіндір алдың ба? Болады ғой, ә? 14-ші есеп. 14-ші есепте так 1 бөлінген 3-тің x дәрежесі плюс 5 кіші болады 1 бөлінген 3-тің x плюс 1 дәрежесі минус 1. Осылай деп берген екен. Мына жерге несін мынаны?
Мына былай жазасам бола ма? Мынау 3-тің x дәрежесі плюс 5 күйінде тұра берсін да ол. Мынаны 3 көбейтілген 3-тің x дәрежесі минус 1 деп жазасақ бола ма? Болады ғой, жаңа айнымалы не істейміз шыдан? Мынаны аға теңестіре аламыз ба? Сол кезде мынау 1 бөлінген a плюс 5 кіші болады 1 бөлінген 3a минус қандай? 3a минус 1. 3a минус 1. Енді 3a минус 1-ді мына бетке қарай еңсең минус қойып өткіземін, дұрыс па? a плюс 5 минус 1 бөлінген 3a минус қандай? 1. Кіші болады нешеден? 0-ден. Мынаған не берем? 3a минус 1 берем, дұрыс па? Мынағанша? a плюс 5-ті берем. Сонда 3a минус 1 минус a минус қандай? 5 бола ма? Дұрыс қой? Мына минус мыналарға әсер етпеді ғой? 5-ге де аға да. Астында не болады? a плюс 5 a плюс 5. Мынау 3a минус қандай? 1. Кіші болады 0-ден. 3адан аны азайтсам? 3адан аны азайтсам? Қанша болады 3адан аны азайтсам? 2a минус 1 минус 5 минус 6. Асты ше? a плюс 5 3a минус қандай? 1. Кіші болады 0-ден. Жеке-жеке не істейм осыларды? 0-ге теңестіремін. Дұрыс па? Жеке-жеке 0-ге теңестірсем қара. Біріншісі 2a минус 6-ны 0-ге теңестірсем, аның мәні қаншаға тең болады? 3-ге тең болады. Дұрыс па? 6-ны былай қарай өткізді 2-ге өжерім ғой. Аның орнына нені қоям? 3-тің x дәрежесін қоям аның орнына. Дұрыс па? a деген x қаншаға тең болады сол кезде? x 1-ге тең болады. Екіншісі бізді a плюс 5-ні неге теңестірем? a тең болады минус 5-ге. Сонда 3x-ті минус 5-ге теңестірсем шешімі не? Жоқ. Үшіншісі бізді. Үшіншісін де ағар білейін. Үшіншісі 3a минус 1-ді неге теңестірем? 0-ге теңестірем. Сонда a деген 1 бөлінген қандай? Наның орнына 3x-ті қоям. 1 бөлінген қандай? 3-ті жоғары қарай көтерсем? Минус 1 көтерілі ма? Сонда x тең болады қаншаға? Минус 1-ге. Екі шешімді таптым ба? 1 және қандай? Минус 1. Координатасын мына жаққа іздейсіз? 1 және қандай? Минус 1. Плюс, минус, плюс. Не сұрады сені? 0-ден? Кіші десе, онда ол осы екеуінің несі? Арасы. Немен ненің арасы болды сонымен? Минус 1-мен 1-мен арасы болды. Осында. Түсіндір алдым ба? Түсінді ма? Интервалдар әдісі. Атопты біріншісі. Минус 4. x квадрат минус 2x минус 3 үлкен болады неден? 0-ден. Мына жерде несін? Жеке-жеке 0-ге теңестіре саласың. Ал айтып ғой, жақшаларға жеделіп тұрсам, неғып 0 болса болды деп. 0-ге теңестіре саламын деп. Сонда x минус 4 тең болады 0-ге десең, 2x тең болады 4-ге, x тең болады нешеге? 2-ге. Мына жерде 0-ге теңестіретін болсам ше, x1 x2 айтыңдаршы? 3 пен қандай? Минус 1. 3 пен минус 1. Қанша шешім таптым? 3 нүкте белгілеймін. 3, 2 және қандай? Плюс, минус, плюс, минус. Не сұрады сені? Сонда не болады екен? Минус 1 мен 2-ның арасы 3-тен неге дейін? Бола ма? 5-ің дәрежесі 25. Қалай деп берген екен? Естің бе жерде? Бәрін 0-ге теңестіре салам. Тура жаңағыдай 0-ге теңестіре берем. Оп-оң. 5-ің дәрежесі тең болады 125-ге, x тең болады нешеге? 3-ге. 3-ің дәрежесі тең болады 81-ге, x тең болады 4-ге. Координатасын сызам. Неде бар? 4 және? Плюс, минус, плюс. Не сұрады? Демек 3 пен ненің арасы? Ең бақ емес па? Бөлінген 1 минус x квадрат деп берілген. Үлкен немесе тең болады. Мына жерде не істеймін? Просто ертең ортада келіп қалды. Тура осындай бір есеп келіп қалды. Не істейсің мына жерде? Жоқ, етпеймін. Ортада тура осы есеп келіп қалды. Не істейсің? Айнымалы еңзек. Мына екеуі орын не істеймін? Ауыстырам.
Өзімді 39 деп елестете берсең, тура осы есептерге келеді 30-да ертең. Плюс 9 ба? Мына екі орын ауыстырсам x квадрат минус 1 бола ма? Стандарт емес қой мынау. Стандарт түрге келтіргенде бағыт не істейді? Өзгереді. Енді астында үстінде жеке не істейсің, нөлге теңестіре саласың. Болды. Түсіндіре алдым ғой, ертең ана ойланып отырғанда бұл қандай есеп деп ше. 9x дәрежесі минус 10 көбейтілген күшті x дәрежесі плюс 9 тең болады нешеге? Көрдің бе? Астында үстінде не істедім? Нөлге теңестірдім. Сонда x квадрат тең болады 1-ге десек, x тең болады нешеге? Плюс минус 1-ге. Мына жерде жаңа айнымалы енгіземін. Үштің x дәрежесі неге тең деп болады? А-ға тең деп болады. Жаңа айнымалы. Жаңа айнымалы енгізетін болса, мынау не болады? А квадрат минус 10а плюс қандай? 9 тең болады 0-ге. Дұрыс па? А1 А2 нетші? 9-1. Дұрыс айтады. 9-1. А1 А2 9 және 1. Олар неге теңестіріп? А-ны неге теңестірді ме? 3x-ға теңестірдім ғой. 3x тең болады 9-ға. X тең болады нешеге? 2-ге. 3x тең болады 1-ге. X тең болады нешеге? Қаншаға? 0-ге. 0-ге. Өйткені 3-тің 0 дәрежесін береді ғой 1 деген. 0-ге. Қанша шешім таптым? 1, 2, 3 ма или 4 ма? 4 ғой, плюс минус 1 ғой жерде, дұрыс па? Енді координатасын сызам, қара. Координатасын сызатын болсам 4 нүкте белгілеймін. 1, 2, 3, 4. Бірақ 4 нүкте белгілегенде бұларда боялады, боялмайды дейтін нүктелер бар. Боялатын нүкте қайсы, боялмайтын нүкте қайсы? Плюс 2 мен 0 боялады, астындағылар не істемейді? Боялмайды. Демек 2, 1, 0 және минус 1. Бұл жерде 2 мен 0 ғана боялады ма? Плюс, минус, плюс, минус, плюс. Не сұрады сен? Мынаған қарамайсың. Мына астындағысы, соңғысына қарайсың. Минус аралық десе ол мынау и мынау. Демек, жай жақшамен алынған минус 1 мен 0-дің арасы тік жақша біріккен, жай жақшамен алынған 1 мен ненің арасы? 2-ның арасы тік жақша. Түсіндіре алдың ба? Жаңа айнымалы береміз ба? Е3x бөлінген. Тура жаңа бірінші мысал сияқты ғой, бұтығының бірінші мысалын көрсеттім ғой. Тура сол жақ астында үстіне не істейсің? Нөлге теңестіре саламыз. Дұрыс айтады, нөлге теңестіре саламын. Қара. Минус 1 тең болады 0-ге, екіншісі қандай? X плюс 8 не дейін? 0-ге тең де болады. Мына жерде ше, мынаны бүйтіп алсам бола ма болмай ма? Дарасыл қара бәрі. Мынаны бүйтіп алсақ бола ма? Енің 0 дәрежесі деп бағай? 3x минус 1. Енің қанша дәрежесі ол? Бола ма болмай ма? Болады екен ғой. Мынаны ұруға болмайды екен ғой. Болмайды екен ұруға, я? Сонда мұнан 3x минус 1 тең болады 0-ге десең, x қаншаға тең болады? 1 бөлінген? 3-ге. Дұрыс па? Ана былай 3-ге бөліп тастайсың ғой. Мына жерде неге тең болады? X тең 8-ге. Әріптесі қорыққаныңда да сәл бірдеңе өзгеріп қалса. Енді десем, координатасын сызам. Қандай шешімдер шықты енді? Минус 8-ден. Минус 8 бен 3-тен 1. 3-тен 1 и минус 8. Қайсысы боялады, қайсысы боялмайды бұл жерде? 1-ден 3 боялады. 1-ден 3 боялады, ана боялмайды. Плюс, минус, плюс. Не сұрап отыр сен? Демек, минус 8-ден неге дейін? Минус 8-ге дейін. Мынау тік жақшамен алынған. 3-тен 1-ден неге дейін? Түсінді ма? Бола ма болмай ма? Жазашы на. Қара не істейін? Минус 2-ден 1 болады жүрмін. Мынаны астын бейтсем бола ма? Астын? 3-тің неше дәрежесі болады? Минус 2 дәрежесі болсам болады астын, дұрыс па? Енді ары қарай шығаратын болсам, маған не берем, ортақ бөлім? Маған x берем. Бірақ не істемейсің? Тастап кетпейсің. Бұнда теңсіздіктерді тастап кетуге болмайды. 2 минус не болады үсті? 2 минус x, 2x үлкен болады неше? 0-ден. Енді ана астында не істеуге болады енді? Үштерді тастап кетуге болады. Сонда x кіші болады неше? Минус 2-ден. Дұрыс па? Мына жерде мынау стандарт па, стандарт емес па үсті? Орын ауысатын болса бағыт не істейді? Өзгереді. Сонда x минус 2 бөлінген 2x кіші болады нешеден? 0-ден. Ал мынау x кіші болады нешеден? Минус 2-ден. Ананы үстінде астында не істеймін? 0-ге теңестірем. Мынаны үстін теңестірсем, үсті неге тең болады? 2-ге тең болады. Астын 0-ге теңестірсем, x просто неге тең болады? 0-ге тең болады. Координатасын сызам енді. 0 және 2. 2 және 0. Плюс, минус, плюс. Не сұрап отырсың? Ал? Минус 2.
Bölük şeşilip aladi. Aha. Mana yerdan. Mana minus 2 dan qanday debdim? Kishi deb turman. Masalan, mana shishmish qo'yib oldim turman. Minus 2 dan kishi. Nan necha sonda? Javob yo'q. Kespaydikmi? Boshlayapmi? Qo'g'on ichida x minus 3 bo'lingan 7 darajasi deydi. Kishi nimasi teng bo'ladi? 7 ko'paytirilgan to'g'risi 7. Mana yerda 3 bo'lingan 2 ning 2x minus 3 darajasi ulkan bo'ladi 3 minus 8. Qo'yib turgan ekan. Mana qancha yashamiz? Mana esa mana ko'rib turibsizmi? Mana bittasini bo'laman. 7 ko'paytirilgan to'g'risi 7 deguncha 7 ning 1 darajasi ko'paytirilgan 7 ning qancha darajasi? 2 dan 1 daraja deb olaman. Do'stlar, to'g'risi degan so'z 2 dan 1 o'n. 2 dan 1 ga 1 da olsam 3 bo'lingan qanday? 2 chiqadi emasmi? 1 ga 2 dan 1, ya'ni 1 ga 0,5 olsam 1,5. 1,5 degan so'z 3 bo'lingan 2. Tushundiraoldimmi bu? Ya'ni mana yerdan qara. Mana sonda bitchasi olaman men. 7 ning x minus 3 bo'lingan 2 darajasi kishi nimasi teng bo'ladi? 7 ning qancha darajasi? 3 bo'lingan 2 darajasi. Mana 3 bo'lingan 2 ning 2x minus 3 darajasi ulkan bo'ladi. Mana joy bo'yicha keltirsan. Asli 8 usti qancha bo'ladi? 27. Endi sen degan so'roq 27 degan san qanday sanning kubi? 8chi. Mesela 2 ning. Mana yerda 7 ga tasaqatsa bo'lma уже. Tasaqatsa bo'ldi уже dayin bo'ldi. Do'stlar, x minus 3 bo'lingan 2 kishi nimasi teng bo'ladi? 3 bo'lingan qanday? 2. O'sha yerda mana 2 men 2 nisiga bo'ladi? Qisqartib oladi. Agar koeffitsient bo'lgan bo'lsa qisqartib oladi. Agar жаңағыдай айнымалы жаңағыдай x деген нәрселер тұрса, ол кезде есемейсің, қысқартпайсың. Мүлдем болмайды қысқартып алады. Ал сан болса қысқарта беруге болады. Түсіндіре ғой? Ал мына жерден мынау 3-тің кубы мынау. Енді мына қара 3 бөлінген 2-нің қанша дәрежесі мынау? 2x минус 3 дәрежесі үлкен болады. 3 бөлінген 2-нің нешесі деп аламын? 3 дәрежесі. Екеуі кубы ғой өйткені. Енді мына жерден жазатын болсам мынау x минус 3 енді бақты өзгере ме өзгермей ме ол жерде? Бірден кіші ме үлкен ба? Өзгереді, бірден кіші ба? Точно кіші ме? Бірден кіші ме, кіші емес па 3 бөлінген 2? 3-те 2 бөлсең қанша шығады? 1-де 5, 1,5. 1,5 деген бірден кіші ме? Кіші емес па, онда бақты есемейді? Өзгермейді. Өзгермейтін болса мынау 2x минус 3 үлкен болады нешеден? 3-тен. Мына 3-ті былай қарай өткізсем кіші болады нешеден? 6-дан. Мына 3-ті былай қарай өткізсек плюс 3 болып барады ғой. 6 нешеге бөлем? 2 бөлем. Координат жазсам. 2 координат жазсам, мынау боялады. 6-дан кіші аралық деп тұр. Мынау не деп тұр? 3-тен үлкен аралық. Қиылысып тұрған жер қай жер сонда? 3-пен 6-ның арасы. Түсіндіре алдыңдар, түсіндіре алдыңдар. Түсіндіре ма?